Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге мини пицца жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, тұзымызды, қант, құрғақ ашытқымызды салып араластырамыз. Жақсылап араластырып, енді ертілген сары майымызды құямыз. Және де бір жұмыртқамызды салып араластырып, елекіштен өткізілген ұнымызды салып қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Оны 1 сағатқа қойып қоямыз, бетін жауып. Енді қамырымыздан мини тесталар жасап, соусымызды жағып, салмасын салып, 200 градус пеште 15 минутқа пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын болды.